Соқпақбаевтың 98 жылдығына орай өткізіліп отырған балалар әдебиетінің бәйтерегі атты кешімізге қош келдіңіздер. Бүгінгі кешімізді өткізудегі негізгі мақсатымыз оқушыларға жазушы өмірі мен шығармашылығымен таныстыра отырып, әлемге танылған әйгілі шығармасы туралы білімдерімен толықтыру. Балаларға арнап шығарма жазу, сол арқылы кішкентай оқырмандардың құрметіне бөлену, ерекше таланттылықты қажет етеді. Міне, біздің қазақ балаларының әдебиеті де осындай дарындарға кенде емес. Біз Ыбырай атамыздан бастап, Мұзафар Әлімбаев, Сапарғали Бегалин, Сәкен Жүнісов, Мұхтар Мағауин, тағы басқа көптеген балалар жазушыларын білеміз. Солардың ішіндегі шоқтығы биік, бірегей таланттардың бірі Бердібек Соқпақбаев. Оның шығармаларын оқыған кезде кез келген бала өмірбаянымен де танысып шығады. Себебі жазушының шығармаларының басты кейіпкері өзі болып табылады. Балалық шағына деген сағынышын өз шығармаларына арқау еткен. Кешімізді ашып беру үшін мектебіміздің директорының орынбасары Ұзақбаева Айнара Талиповнаға сөз кезегін береміз. Құрметті оқушылар, ұстаздар, бүгін міне мектебімізде үлкен бір іс-шара өтіп жатыр. Оқуға құштар мектеп жобасы бойынша бүгін міне Бердібек Соқпақбаев атамыздың менің атым қожасын көрейік деп отырмыз. Жаңағы қыздар айтып жатқандай, Бердібек Соқпақбаев қазақ әдебиетіндегі шоқтығы биік тұлғалардың бірі. Кезінде біз осы Бердібек Соқпақбаевпен кездесуге барған кезде өз айтып отыратын, балаларын шақырады екенде, сендерді мен бағып жатырмын, сендерді киіндіріп жатырмын, асырап жатырмын, маған реніштерің болмасын деп айтып жатсам дейді. Балам тұрды да, әке өтірік айтпаңызшы деп айтты дейді. Менің бағып жатқаным өтірік пе сендерді деп айтсам, бізді сіз бағып жатқан жоқсыз, бізді қожа бағып жатыр деп айтты дейді. Сонда осы менің атым қожа шығармасы бірнеше тілге аударылған кезде соның гонорары келіп түседі жаңағы кісілерге. Сол ақшаны беріп, менің атым қожаның мына тілге аударылған ақшасы, мына тілге аударылған ақша түсті деп айтады екен. Сонда баласы айтады екен Бердібек аға, сіз бізді бағып жатқан жоқсыз, бізді бағып жатқан қожа дейді. Сол сияқты жаңағы қыздардың айтып отырғаны, балалық шаққа саяхатын бұл кісі өзінің шығармаларына арнаған. Осы менің атым қожадағы қожа Бердібек Соқпақбаевтың өзінің балалық шағы. Жазушының өзінің балалық шағы, сол өзінің балалық шағы туралы шығармада өзінің қожаның бейнесінде көрсеткен. Не деген көркем, не деген шоқтығы биік шығарма болды. Әлі күнге дейін міне біз сендер сияқты бала күнімізде көретін осы менің атым қожа киносын әлі күнге дейін сүйіп көреміз. Сондықтан балалар, осы өзіміздің қазақ әдебиетінің әрбір жанрын дамытып кеткен, әрбір жанрына өшпестей салып кеткен ақындардың, жазушылардың шығармаларын білу біз үшін үлкен парыз. Сондықтан барлықтарыңыз осы оқуға құштар мектебі жобасы аясында жазушылардың шығармаларын оқуға шақырамын. Бүгін міне Ұлжан апай оқушылармен үлкен іс-шара дайындап отыр екен. Ұлжан апайға көп-көп рахмет. Зейін қойып тыңдап, көріп, осы Бердібек Соқпақбаевтың өмірі және шығармалары туралы көптеген мәліметтер аласыздар деп ойлаймын. Рахмет. Деген тіленіп, бір болса егер осы болар ірілік, ұландардың 30-шы жылдардың қайта келер көз алдына тірілік. Бастан кешкен шындық шымыр екшелік, кітап болып жетті бізге естелік. Чемпионнан бекең өзі бастаған, талай мықты жатты құлап сескеніп. Аспан таудан ақ бұлақтар атқылап, экрандарды туған өлке баққырат, қолын бұлғап жана-жата сұлтанға, келедәне қара қожа шапқылап. Кейіпкермен бірге тойып жүресің, бірге жасап, бірге жылап күлесің. Сөз қадірін білген шебер екен деп, өз қадіріңді бекеңіңде білесің. Ту етіпті тектілікті бұлағай, бір еткені қара шалың ұлабай. Тік қалпында мәңгі жасай береді, бәйтерегін берді аған құламай. Anne
көңілді өлкеде қараймыз келер күнге туған ел. Отанның қолданып біз жігіттер, жолымыз тұрады нұр қиямет, өзіңді жырлаймыз туған ел. Отанның қолданып біз жігіттер, жолымыз тұрады нұр қиямет, өзіңді жырлаймыз туған ел. Келетін болсақ, оның балалық шағы ауыр жағдайда өтті. Жоқшылық, жетімдік сияқты ауыр жайттарды басынан өткерді. Осы туралы шағын анимациялық фильмді ұсынамыз. Сен білесің бе фильмі? Менің атым Қожа фильміне арқау болған жазушының кім екенін білесіңдер ме? Әрине ол Бердібек Соқпақбай аталады. Оның балалық шағы соғыстың ауыртпалығымен тұспа-тұс келді. Кішкентай Бердібек қақаған қыста етігі болмай мектепке жалаң аяқ жиналып, қолына ыстық күл салынған шелекке жүгіре шығады. Бала мұздаған аяғын шелекке темір салып жылытып, мектепке жетіп жүрді. Осындай аянышты тағдыры мен білімге деген ұлы құштарлығын Бердібек Соқпақбай аталарында әйгілі жазушы етті. Енді өмірі мен шығармашылығы туралы Еркін Диас Сұлтан Назерге баяндап береді. Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы 15 қазанда Алматы облысының Нарынқол ауылында туған. Абай атындағы Қазақ педагогиялық институтын, кейіннен Мәскеуде жоғары әдеби курсты бітірген. Біраз жыл ауыл мектебінде бала оқытқан. Қазақ әдебиеті газетінде, Балтырған журналында, Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясында істеген. Қазақстан жазушылар одағында балалар әдебиеті жөніндегі әдеби кеңесші болған. Шығармашылық жолын өлеңмен бастап, 1950 жылы Бұлақ атты жыр жинағын шығарған. Кейін балалар мен жасөспірімдерге арналған 20-дан астам әңгіме, повесть, роман кітаптарын ұсынды. Менің атым Қожа, балалық шаққа саяхат, Боз төбеде бір қыз бар және Қайдасың Гауһар секілді туындылары КСРО халықтарының және шетелдердің көптеген тілдеріне аударылып, сахналық, экрандық нұсқаға айналған. 1967 жылы балалар мен жасөспірімдерге арналған фильмдердің Кан қаласында өткен фестивалінде Менің атым Қожа фильмі арнаулы жүлдеге ие болды. Қазақ КСРО жоғарғы кеңесімен марапатталған. Балалардың бал мінезін, ішкі жан дүниесімен жақсы сезіне білген жазушы әрбір шығармасында өзі туып өскен Нарынқол таулы өңір табиғатының жанды суреттерін оқырманға үлкен шеберлікпен жеткізе білген. Бердібек Соқпақбаевтың әңгіме, повесть, роман және пьесаларында балға шақабатын саяхаттар жасап, таңдандырып, тамсантып, бал дәурен әсерлерінің қаймағын бұзбай, ақиқаттан алшақтамай, балаға тән қиялдар өмірдің өз болмысын тебірене толғайды. Оқсан еріксіз езу тартып, кейде күрсініп, терең ойға жетелейді. Лезде кейіпкерлермен етене араласып, олар күнде көріп жүрген адамдарындай Берке, Қожа секілді кейіпкерлермен жадында жатталып қалады. Бердібек Соқпақбаев өзінің шығармашылық өмірінде балаларға арнап өлең жазудан бастаған. Жазушының таланты 14-15 жасында ел аузына іліге бастады. Алғашқы кітабы 1950 жылы Пионер журналында Бұлақ атты өлеңдер жинағымен жарық көрді. Кейін Қасым Аманжолов қаламыңды енді прозадан сынап көрші деп жанашырлықпен жол көрсетеді. Содан барып жазушылыққа шындап дем қойып, Бақыт жолы, Жолда, Менің атым Қожа, тағы басқа шығармаларын дүниеге алып келеді. Жазушының көзі тірісінде 20-дан астам кітабы жарық көреді. Шығармаларының ішіндегі балалар жүрегіне жол тапқан ең үздік туындысы Менің атым Қожа повесті болды. Осы шығарма туралы біраз қызық мәліметті тыңдап алайық. Алғашында өз елінен қолдау таба алмайды. Кеңестік тәрбиеге қайшы. Біздің оқушылар Қожаның сотқар қылығына еліктеп, тәрбиеден аттап кетеді. Мұғалімнің сөмкесіне бақа салған оқушы ертең қандай азамат болады деген сөздер желді есті. Бірақ оған мойымаған жазушы шығармасын Мәскеуде шығатын
детская литература баспасына апарып береді. Осылайша бірінші болып менің атым Қожа кітабы орыс тілінде шығарылады. Екінші болып француздар өз тіліне аударады. Одан бірден 30 шақты тілге аударылып, бүкіл әлемге танылады. Содан кейін ғана еліміз Бердібек Соқпақбаевты мойындай бастады. Кітап 1957 жылы қазақ тілінде жарық көріп, 1963 жылы Қазақфильм киностудиясы осы повесті көркем фильм етіп шығарады. Бұл киноны 28 елдің балалары тамашалады. Биыл менің атым Қожа фильміне 51 жыл толып отыр. 50 жылдық, осы фильмнің 50 жылдық мерейтойы Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында аталып өтті. Өз сөзімізді менің атым Қожа фильмінің режиссері Абдолла Қарсақбаевтың ұлы Тоқтар Қарсақбаевтың сөзімен аяқтағым келеді. Менің атым Қожа таза классикалық туынды. Ерекшелігі де осында. Қанша көрсең де жалықпайсың, қайта-қайта тыңдай бергің келетін әсем әуен сияқты. Әкеміздің осы ғажап туындысы әлі өміршең. Мұны сіздердің балаларыңыз, немерелеріңіз де тамашалайтын болады. Өйткені бұл таза шедевр. Ендігі кезекте Арғынбаев Ақеркенің Бердібек атаға арнап өлеңін тыңдайық. Көріп жүрміз киноны да, таза классика, таза ауыл шоғырында, түсірілген бұл кино қай заманда, көріп шыққан талай қазақ баласы да. Танымаса мен білмеймін Қожаны да, жан дос болып жүретін сұлтанды да. Талай адамнан орыс естіген байғұс бала, арманына жетті ғой ең соңында. Бұл киноның авторы ұлы екен, тұла бойы тұнып тұрған дарын екен, сонау Албан елінен шыққан екен, Нарынқолды мекен еткен ұстаз екен. Басты кейіпкер Қожа, ол әрине тентек, сотқар, бұзық бала. Осы қылықтары алғашында оны жағымсыз етіп көрсетеді. Міне осындай Қожа туралы бірнеше көріністерді тамашалайық. Менің атым. Атымды айта бастасам, тілім таңдайыма жабысып қалғандай болады деп тұрады. Адамның атының сүйкімді болуы зор бақытқа деймін. Мәселен, Мұрат, Ербол, Бақыт деген аттарды алып қараңдаршы. Айтуға да ақшам, естір құлаққа да жағымды. Бұлар біздің қазақ тілінен беретін Майқан Мататеш айтқанда жоғары идеялы есімдер. Олар біреумен таныса қалса, өздерінің аттарын мәнерлеп, көтеріңкі дауыспен айта қалады. Шынын айтсам, менің атым ол баста Қожа емес, Қожаберген болған екен. Бірақ бұл өмірде қандай қилы ғажайыптар болмас дейсің? Қожабергеннің бергені үзіліп түсіп қалыпты. Жантас сияқты қожақтар оны да дұрыс айтпайды. Мені қара Қожа деп келемеждеудің орнына қара көже дейді. Мен кейбір кезде байқамай әу деп қаламын. Ондай жағдайда оның обалы нешік? Өзінің тиісті сыбағасын алады. Баларекова, мен. Александр Сергеевич Пушкин. Зимняя дорога. Сквозь волнистые туманы пробирается луна. На песчаные поляне лет песчаная цветана. По дороге зимней скучной тройка борзая бежит. Колокольчик однозвучный утомительно гремит. Что-то слышится родное в долгих песнях лямчика. То разгуле удалую, то сердечная тоска. Жарайся, Баларекова, отыр. Есть. Тұрсынбаев. Сквозь волнистые туманы пробирается луна. Тақтаға шығып айт. Бәрі білмес пе? Тәртіп жұрттың бәріне бірдей. Тақтаға шығып айт. Сквозь волнистые туманы пробирается луна. Дальше апай мен жаттамадым. Неге жаттамадым? Кеше диірменде болдым. Мүмкін орнына барып айтарсың. Отыр, Тұрсынбаев. Екі. Қадыров. Жарайды, Қадыров, келесі сабақта айтасың. Білмеген мәңгілеу түрде орнынан сүйретіліп түрегеле берді. Адам өмірінде сипаттап айтуға келмейтін неше алуан минуттар бола береді ау. Мен ләм деп үлгергенімше
кезде қоңырауына сыңғырлай бергені бар емес пе? Сол кезде он буымнан әл кетіп, орныма сылқ етіп отыра қалдым. Сәлеметсіз бе, директор ағай? Отырыңдар. Балалар, келесі сабақта кім бақа алып келеді? Мен алып келемін, ағай. Жарайды, Қадыров, бірақ бақаны ұмытып кетпе. Ағай, қанша бақа алып келейін? 1-2 бақа алып келсең жетеді, Қадыров. Құп болады, ағай. Сәлеметсіз бе, Тәтеш? Мен қазір келемін, тыныш отырыңдар, қарайды. Бала беріп азап қасап қойғанында қобас тастаған артық еді ғой. Маматай, кешірші мені. Сенен мұндайды күтпедім. Кешірші, маматай деймін. Маматай. Үгім, мен ғой атам, менің үгім. Мен қожам. Онда не алып отырсың? Педсоветке келдім. Онда сенің не шаруаң бар? Мен туралы мәселе қарап жатыр. Мәселе? Қандай мәселе? Сен мұғалім етеміз деме? Жоқ, директор етеміз дейді. Онда тіптен жақсы. Жалақың көп болады. Ей қожа, сенің әкең марқұм азамат еді ғой. Оған тартсаң, директор түгіл, одан үлкен боласың. Бірақ оған тартпағансың. Әкең парасатты ақылды жігіт еді. Ал сен ғана емес ау. Осы қазіргі оқып жүрген балалардың бәрі ақымақсыңдар. Оқуыңды жақсы оқы. Адам бол десе, сендер оның барын керісінше істейсіңдер. Қадыров, қайдасың? Бар әне, шақырып жатыр. Жарайды, ата сау болыңыз. Өзін шақыршы, не дер екен? Қадыров, кір. Қадыров, сен бұл жерге не үшін шақырып отырмыз, білесің бе? Білемін. Не үшін шақырып отырмыз? Тәртіпсіздігім үшін шақырып отырсың. Сені мектеп өмірі тойдырды ма? Бұдан былай сабақ оқығым келмей ме? Жоқ, оқығым келеді. Ендеше неге қоймайсың тәртіпсіздікті? Қоямын енді, кешіріңіздерші. Бұл нешінші? 100-ші рет уәде бердің бе? Кешіріңіздерші, енді тәртіп бұзбаймын. Қадыровты мектептен шығару керек. Иә, шығару керек. Жая тоқтатыңыздар. Қадыров, сен боссың. Болатын бала. Иә, көзінде оты бар бала. Өзімнің қас дұшпаным санап жүрсем, ол мені директорға адам болатын бала деп мақтап бара жатқаны қалай? Абайқым, тап осылай деді. Міне жұмбақ. Сондықтан мен алдыма мынандай мақсаттар қоямын. Енді ешқашанда тәртіп бұзбаймын. Егер тәртіпті жаза алып отыруым қажет. Егер біреуге өзім тиісіп бастасам, онда бір күн ас ішпеймін. Ешқайда шықпай үйде отырамын. Және де сұлтанның жолдастық қарым-қатынасымды тоқтатамын. Қайтсем де осы тоқсанда жақсы оқушылардың қатарына кіруім қажет. Және де мен осы мақсаттарды орындау үшін әрқашанда талпынамын. Біз қожаның тентектік іс-әрекеттерінің бірін ғана тамашаладық. Бірақ жазушының басты мақсаты бұзық қожаны көрсету емес, керісінше өзінің ерсі қылықтарының дұрыс еместігін мойындап қана қоймай, олардың күресуге тырысатын саналы баланы көрсету. Қожа көпке дейін түзеле алмай жүрді. Қанша уәде беріп, ант етсе де келеңсіздікке келе береді. Ол тек үлкендердің оның бойынан жақсы қасиеттерін көретінін, оған сенім артатынын түсінгенде ғана түзелуінің жолына түседі. Біз бүгінгі кешімізді балалар әдебиетінің бәйтерегі Бердібек Соқпақбаев атамыздың өмірі мен балаларға арнап жазған шығармаларына шолу жасап өттік. Бердібек Соқпақбаев бүгінде тірі болғанда 98 жасқа келер еді. Біз де бүгінгі кешімізбен тамаша жазушының әруағына тағзым еттік деп санаймыз. Қабырғалары қаламгердің шығармаларына деген қызығушылықты аз да болса оята білсек, біз мақсатымызға жеттік деп санаймыз.
Жазушымен одан әрі таныстықты оның шығармаларынан беттерінен оқу арқылы тереңдете аласыздар. Кешімізге келгендеріңіз үшін көп рахмет. Сау, саламатта болыңыздар.